Менің жасым 5-те. Мен Ақнұр Айболғызымын. Ұлттық академиялық кітапханада Шаңырақ балалар орталығы ашылды. Достар, сендер мына кішкентай ғана карточка үлкен қызмет атқарады дегенге сенесіңдер ме? Көркем гимнастикамен айналысу қаншалықты қиын, оның денсаулыққа деген қандай пайдасы бар? Достар, сендер тәуелсіздік туралы өлең шумақтарын жатқа айтып бере аласыңдар ма? Ол жай ертегі емес қой, ол симфониялық ертегі ғой. Ол үшін көп ізденіс, мықты дайындық, жан-жақты білімді болу керек. Балалар жерге балапан арнасындағы сүйікті кейіпкерлерінің суретін салады. Оның суретіне қарап, Астана қаласының тұрғыны екенін бірден байқауға болады. Сәлем достар, мен бүгін сіздерге елордамыз Астана қаласының жанында орналасқан Алжир кешені туралы айтып бермекпін. Достар, біз бүгін сендермен мысық пен тышқан ойынын ойнайтын боламыз. Біз бүгін сендермен алтын кілт ойынын ойнайтын боламыз. Ендеше бүгінгі мерекелік бағдарламаны бірге жүргізейік. Біздің байланыс телефондарымыз 559-777. Баршаңды тәуелсіздік күні мерекесімен құттықтаймын. Балапанның кішкентай көрермендеріне жалынды сәлем! Қандай көп кітаптар! Мен ертең осы университетке түскенде осы кітаптарды міндетті түрде оқитын боламын. Сәлем достар! Біз бүгін Қарағанды қаласында тұратын тұрақты көрерменіміз Әлияның үйінде қонақтамыз. Сендер балам қонаққа келдіңдер ме? Әрине! Таста тұнған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына. Балапан телеарнасының ойлантып бағдарламасын жүргізіп жүргеніме қыркүйектің 4 күні 1 жыл болды. Рек мотор. Қайырлы күн достар, қалдарың қалай? Көңіл-күйлерің жақсы ма? Мұзды өлке мультфильмдегі Аннаның кішкентай кезін дыбыстаған ортамызда Ақнұр Тұяқбай. Қазақстан ұлттық арнасы мен Дисней ұсынады. Сықыр көрсетші! Оскар, Алтын глобус, Сатурн жүлдесінде. Ақын атындағы мектептің оқушысы Ақнұр Айболғызы республикалық Мұқағали оқуларының жеңімпазы. Мұқағали Мақатаевтың шығармалары өте үлкен мән мағынаға толы. Елордада талантты жастар елбасы медалімен марапатталды. Ерекше ескере кететін жайт, елбасы медалі алтын белгімен пара-пар. Топ жарғандарға жоғарғы оқу орындарының грантына ие болу бақыты да бұйырды. Жалпы осы проект туралы айтатын болсам, елбасы медалі проекті өзіңді жаңа қырдан ашуға көмектеседі. Өзі тым әлсіз екен, солай ғой, ә? Атын кім деп қоясыз? Қазақ радиосының эфирінде Балдәурен балалар бағдарламасы. Көңілді радио ойын.